Сәлем достар, сіздермен бірге мен лайфхакер Айдос. Мен күн сайын сіздерге өмірді жеңілдететін лайфхактарды үйретемін. Ендеше не істеп отырмыз? Кеттік. Жоқ. Достар, видеомыз басталмас бұрын бірінші арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Және де лайк басып, коммент жазыңыз. Енді кеттік. Бүгінгі біздің видеомыз тақырыптың өзі айтып тұрғандай iPhone-ға арналған 3 лайфхак. Номері бірінші лайфхак, оны көп iPhone қолданушылар біле бермейді. Сіз обычно көп текст сообщение жазып жатқан кезде оны қайта өшіргіңіз келуі мүмкін. Ал оны өшіру көп уақыт алады. Оны тез әрі оңай өшірудің жолы ол iPhone-да ақырын қозғап осындай сөз шығып, не применяйтьті басып, сіз бүкіл сообщениелерді өшіріп тастауыңызға болады. Екінші лайфхак, ол лайфхак негізі көбісі біледі деген ойдан, бірақ оны ешкім қолдана бермейді. Яғни біз видео түсіріп жатқан кезде оң жағасындағы түймешені көбісі мән бермейді. Сол түймешені басып, біз видео түсіріп жатып, суретке де түсіріп алуымызға болады. Үшінші лайфхак. Әдетте Safari'ге кірген кезде көп сайттарға кіріп, вкладкаларды ашып тастауыңыз мүмкін. Ал вкладкаларды өшіру үшін сіз ерінесіз. Оны өшірудің ең оңай әрі тез жолы закрытты басып тұрып, закрыт осыншама вкладку дегенді басып, өшіріп тастасаңыз болады. Достар, бұл видео сіздің пайдаңызға тиді деген үміттемін. Егер де тисе, лайк басыңыз, коммент жазыңыз, және де мына жерде тұрған подписаться дегенді басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған мен лайфхакер Айдос. Өмір деген жақсы ғой сүре білсең. Қош, сау болыңыздар.